Чарльз Осборн 1922 жылы үстіне шошқа құлаған сәттен ықылық ата бастаған. 68 жыл бойы ықылығына ем таппаған. Бүгінгі күні ол ықылық ату ұзақтығы бойынша әлемдік рекорд иесі ретінде Гиннес тізіміне алынды. Сонымен қатар, флоридалық жасөспірім Дженнифер Мей ықылық ату жиілігінен рекордқа ие бола алады. Өйткені ол 2007 жылы 4 апта бойы минутына 50 реттен ықылықтаған. Сонымен, ықылық тиюдің себебі неде? Дәрігерлер ықылықтың көбіне асқазанның созылуын тудыратын тітіркендіргіштерден пайда болғанын айтады. Мысалы, ауа жұтып қою немесе асығыс тамақтану. Басқалары ықылықтың себебін күшті эмоциямен, не сол эмоцияны шығарумен, яғни күлкімен, өксіп жылаумен, шошынып қалумен, мазасызданумен байланыстырады. Ендеше ықылық ату үрдісін қарастырып көрелік. Ол тыныстау қызметін атқаратын диафрагманың, яғни өкпеден төмен орналасқан күмбез тәрізді бұлшықеттердің еріксіз жиырылуынан не күрт қысқаруынан басталады. Одан соң дауыс желбезектері кенет қабысып, олардың арасында дауыс саңлауы пайда болады. Диафрагма қозғалысы ауа ағымына келеді, бірақ дауыс желбезектерінің кенет қабысуы демнің тыныс жолы арқылы өкпеге жетуіне кедергі етеді. Осыдан барып деген дыбыс шығады. Ықылықтың нендей қызмет атқаратыны бүгінге дейін белгісіз. Оның ешқандай медициналық не физиологиялық пайдасы жоқ. Дем тартылған соң неліктен өкпеге жетпей кідіріп қалады? Айқын мақсаты жоқ анатомиялық құрылымдар мен физиологиялық механизмдер бүгінде эволюцияны зерттеуші биологтардың шешімі жоқ мәселесіне айналып отыр. Сондай құрылымдардың өзімізге беймәлім қызмет атқаруы мүмкін бе? Әлде олар бір кездері маңызды қызмет атқарғанымен, қазір бар жоғы қалдық мүшеге айналған эволюция тарихының мұрасы ма? Бір пікір бойынша, ықылық адамға дейін көптеген миллион жылдар бұрын пайда болыпты. Сол пікірге жүгінсек, өкпе құрылымы ертеде жылы оттегісі аз тоспа суды мекендейтін балықтардың су бетіндегі оттегімен еркін тыныстай алу үшін пайда болған екен. Кейіннен сол жануарлардың ата тегі құрлыққа орын ауыстырғанда, олар желбезек арқылы тыныстаудан өкпе арқылы тыныстауға көшкен. Бұл құрбақаның түбегейлі өзгеріске ұшырауымен парапар. Өйткені олар желбезек тынысты кішкене бақадан өкпемен тыныстайтын ересек құрбақаға айналады. Осы гипотеза бойынша, ықылық судан құрлыққа ауысудан қалған ескінің қалдығы деп топшыланады. Суды желбезек арқылы өткізе отырып тыныстағанда, судың өкпеге өтіп кетпеуі үшін дауыс саңлауы бірден жабылады. Бұл ықылықтың пайда болу үрдісі мен қосмекенділердің тыныс алу үрдісіндегі нейрондық құрылымдар қызметінің сәйкестігін растайтын деректермен дәлелденді. Басқа ғылымдар тобы осы рефлекс аса маңызды қызмет атқаратындықтан біздің бойымызда бүгінге дейін сақталды деп сенеді. Олар ықылық ату тек сүтқоректілерге ғана тән құбылыс екенін және құстарда, бауырымен жорғалаушыларда, тасбақаларда не ауамен ғана тыныстайтын басқа жануарларда болмайтынын айтады. Сонымен қатар, әлі туылмаған сәбилерде ықылықтайды, әрі нәрестелерге ересектерден гөрі жиі ықылық тиеді. Бұл сүтқоректілердің баланы емізіп тамақтандыру ерекшелігімен түсіндіріледі. Ертедегі ықылық рефлексі сүтқоректілерде асқазандағы ауаны шығаратын кекірікке икемделіп өзгеріске ұшыраса керек. Диафрагманың күрт кеңеюі асқазандағы ауаны шығарады. Сол аралықта дауыс саңлауының жабылуы сүттің өкпеге өтіп кетуін болдырмайды. Кейде тоқтаусыз ықылық атқанда, біз қолданатын әдеттегі амалдар суық суды бірден сіміріп алу, демді шығармай ұстап тұру, бал мен жер жаңғақ майын ауызға толтыра тығу, қаптың ішіне тыныстау немесе қатты шошыну. Өкінішке орай, қайсы бір құрал басқаларына қарағанда тиімді не дәйекті ме, жоқ па, бұл әлі де ғалымдардың тексеруін талап ететін сұрақ. Қалай болғанда да, біз еш пайдасы жоқ бір жолын білеміз.